Кішкене көзім үлкейіп отыр ма десе. Армысыздар, құрметті білім алушылар. Малярлық концентрацияның екінші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге кішкене күрделі С деңгейлі есептерді шығаратын боламыз. Кеттік, ал ендеше сабағымызды бастайық. Ең бірінші біздің тапсырмамыз көлемі 20 мл 0,1 малярлы тұз қышқылы ерітіндісін бейтараптауға қажет 0,5 малярлы әк суы ерітіндісінің көлемі дейді. Енді құрметті оқушылар, бұл жақта біз байқайтын бір нәрсе, әрине тұз қышқылы және әк суы. Екеуі екі түрлі зат. Бірдей зат емес, екеуі екі түрлі зат. Сондықтан бұл жақта әрине реакция жүзеге асуы мүмкін, соны қарастырып көрейік. Енді бізде тұз қышқылы H-хлор қышқылдық қасиет көрсетеді және әк суы дейді. Әк суы дегеніміз бізде кальцийдің гидроксиді. Енді бұл екеуі өзара бейтараптану реакциясына түседі, алмасу реакциясы, сонда бізде кальцийдің хлориді және де су шығады, H2O. Теңестіретін болсақ, H-хлордың алдына 2 деген коэффициент және суымыздың алдына да 2 деген коэффициент түседі. Енді қарайық, бізде жалпы бұл жағдайда көлем берілген және концентрация берілген, құрметті оқушылар. Және есепке әрине біз бұл екеуінің ешқайсысын қолдана алмаймыз. Ол үшін біз тұз қышқылының зат мөлшерін тауып алғанымыз дұрыс болады. Зат мөлшерін тауып алайық, ол бізде концентрация мен көлемнің өзара көбейтіндісіне тең болады. Концентрациямыз бізде 0,1 малярлы, ал көлеміміз бізде 20 мл. Құрметті оқушылар, алайда миллилитрді біз литрға айналдыруымыз қажет, сол үшін мыңға бөліп жібереміз, 0,1 көбейтілген 20 бөлінген 1000 кішкентай сан шығады екен, 0,002 деген бізде зат мөлшері шығады, құрметті оқушылар. Бұл зат мөлшері әрине бізде тұз қышқылдынікі, H-хлордікі. Сондықтан осы зат мөлшерді біз тұз қышқылының жоғарғы жағына жазып қояйық, міне осыншама моль дейік. Ал мольдың астына әрине бізде коэффициент жазылады, 2 деп қояйық. Келесі, бізден сұрап жатқан дүние әк суының көлемі дейді. X литр астына 22-де 4 деп, құрметті оқушылар, жазбаңыздар. Неге? Себебі мына әк суы деген сұйық нәрсе. Газ емес. Газ болса әрине 22-де 4 деп жазатын едік. Алайда бізге көлемді табу үшін концентрация берілген. Егер сіздерге концентрация беріліп, көлемді сұраса, құрметті оқушылар, онда сіздер зат мөлшерін табуларыңыз қажет. Яғни бұның сіздер литрін емес, молін тауып алыңыздар. Жарай ма? Зат мөлшерін есептейді. Кеттік ал. Зат мөлшер болса, әрине бұның астына бізде 1 деген коэффициент қойылады. Сөйтіп енді пропорция жасап жіберейік. Тура осы калькулятордағы санды 1-ге көбейтіп 2-ге бөліп жіберем, сонда бізде 0,001 деген зат мөлшері пайда болады. Құрметті оқушылар, бұл бізде әк суыныкі, яғни кальций гидроксидінікі. Енді бізде сонымен қатар кальций гидроксидінің молынан бөлек тура есептің берілгенде концентрация да бар екен. Онда, құрметті оқушылар, қараңыздар, концентрация тең моль бөлінген литр деген бізде формула бар. Яғни концентрация есептің шартында бар. Мольді біз жаңа ғана өзіміз пропорциямен тауып алдық. Демек, көлемді табу үшін осы зат мөлшерді бөлеміз концентрацияға. Жарай ма? Зат мөлшер бізде 0,001 моль. Ал концентрация міне есептің берілгенде тұр. 0,5 моль бөлінген литр деп, малярлы. Осы кезекте қараңыздар, мольдер қысқарады. Тура осы калькулятордамызды санды 0,5-ке бөліп жібереміз, сонда 0,02 деген литр шығады, құрметті оқушылар. Бұл литрмен. Ал енді оны миллилитрға айналдырғыларыңыз келсе, онда аласыздар да 1000-ға көбейтіп жібересіздер. Сол кезекте бізде 20 миллилитр деген жауап шығады екен, яғни А нұсқасын белгілейміз. Қараңыздар, аса бір қатты қиындығы жоқ. Естеріңізде бар болса, құрметті оқушылар, бізде көлем сұрап тығыздық берілсе, біз ең алдымен масса табатын едік. Ал бізге көлем тап деп концентрация берілсе, яғни 0,05 малярлы деп концентрация берілсе, онда сіздер ең бірінші молін, яғни зат мөлшерін тауып алыңыздар. Көрдіңіздер ме? Сонда есептеріңіз шығады. Кеттік, ал келесі есебіміз көрейік. Массасы 80 грамм натрий гидроксидін бейтараптауға 0,1 малярлы тұз қышқылының көлемі дейді. Литрмен берілген екен. Ал жақсы, құрметті оқушылар, енді бұл жақта да бізде реакция теңдеуі бар, енді сөздің шыны керек. Бұл жақта натрий гидроксиді және де тұз қышқылы, яғни H-хлор деп қояйық. Бұл екеуі әрекеттескен бізде натрий хлориді мен су бөлінеді, H2O. Енді
Реакциямыз бізде теңесті. 80 грамм деп біз натрий гидроксидінің жоғарғы жағын жазамыз, төменгі жағына малярлық массасы 40. Ал енді H хлордың бізде көлемін сұрап жатыр екен, литрмен, және әрине астынан 36-та 5 деп жазсақ, негізі әрине қате болады, құрметті оқушылар. 36-та 5 деп жазбаймыз. Ал 22-де 4 деп жазамыз ба? Жоқ, жазбаймыз. Неге 22-де 4 деп жазылмайды? Себебі бізде бұл тосқышқылдың несі берілген екен? Концентрациясы берілген екен. Егер концентрация беріліп қойып, көлем қанша деп сұраса, біз нені тауып аламыз? Әрине зат мөлшерін тауып аламыз, құрметті оқушылар. Жарай ма? Сондықтан бірден пропорцияда зат мөлшерін таба салыңыздар. X моль деп қойық, ал мольдың астына әрине бізде 1 деген коэффициент қойылады. Кеттік, ал пропорция жасау арқылы қанша моль екенін тауып алайық. 80-ді 1-ге көбейтіп 40-қа бөлеміз. Бізде 2 моль, яғни H хлордың молі шығады екен. Және жаңағы формуланы қолданамыз, иә? Концентрация бар, оның формасы бізде моль бөлінген литр. Концентрация мен моль арқылы осы жерден көлемді тауып аламыз. Көлем табу үшін зат мөлшерін концентрацияға бөліп жібереміз. Зат мөлшері бұл жағдайда 2 моль, ал концентрациясы бізде 0,1 моль бөлінген литр. Мольдер қысқарады, 2-ні 0,1-ге бөліп жібереміз, шығады сол кезекте 20 литр, яғни С жауабы бізде дұрыс болады екен. Міне, құрметті оқушылар, осылай реакция теңдеуімен шығарып алады екенбіз. Келесі бір есебіміз көрейік. Үшінші тапсырмамыз. Концентрациясы 0,23 молярлы, тығыздығы 1 грамм миллилитр, 500 миллилитр натрий дихроматының ерітіндісіне 29,8 грамм натрий дихроматының дигидраты қосты. Енді келесі үшінші есебімізге көшейік. Концентрациясы 0,23 молярлы, тығыздығы 1 грамм миллилитр, 500 миллилитр натрий дихроматының ерітіндісіне 29,8 грамм тура осы тұздың дигидраты қосылған екен. Ерітіндідегі сусыз тұздың массалық үлесін сұрап жатыр. Ал жарайды, енді құрметті оқушылар, ендеше бастайық бұл жағдайда. Бізде енді жалпы 3 ыдыс бар деп есептейміз, иә? Тұрын жаңағыдай 3 ыдысымыз бар. Және бізде жаңа бір ерітінді пайда болады. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар. Біз жалпы ыдыстың төменгі жағына әрине біз жазатын едік массаны, иә? Массаны жазатын едік. Сондықтан біз ең алдымен бұл жақта қараңыздар. Бірінші ерітіндінің бізге тығыздығы берілген 1 грамм миллилитр деп. Келесі бізде көлемі берілген 500 миллилитр деп. Яғни біз осы екеуін қолдану арқылы массасын тауып аламыз, құрметті оқушылар. Масса ерітіндіні. 500-ді 1-ге көбейте салсақ, бізде сол 500 граммның өзі шығады. Сондықтан мына бірінші ыдысымыздың астына 500 грамм деп жазып қояйық. Жақсы. Келесі мәселе бізде бұл жақта сонымен қатар концентрацияда берілген екен. 0,23 молярлы деген секілді, иә? Және бізден сұрап жатқан дүние массалық үлес. Құрметті оқушылар, егер бізде есеп массалық үлесті сұраса, әрине бізге масса қажет. Сондықтан біз мына заттың ішінде қанша заты, қанша граммы натрий дихроматы екен, соны тауып алайық, бұл жақта неше граммы натрий дихромат екен. Ол үшін енді бізге концентрация бар, тығыздық бар, көлем бар, осыларды жалпы қолдану қажет. Жаңағы концентрацияның масса мен формуласы бар еді бізде, масса бөлінген молярлық масса көлем деген. Иә? Осы кезектен қараңыздар, біз массаны тауып алсақ болады. Қане есептеп көрейікші. Масса натрий 2, хром 2, О7. Оны табу үшін концентрация, молярлық масса, көлем. Осы үшеуінің барлығын көбейтеміз. Концентрация бізде бар, 0,23 молярлы. Келесі, молярлық масса, қане есептеп көрейік. Натрий бізде 23 және одан 2 бар, плюс хром 52 одан 2 бар, плюс оттек 16 және одан 7 бар. Қане есептеп көрейік. 23 көбейту 2, қосылған 52 көбейтілген 2, плюс 16 көбейтілген 7, жалпы 262 екен. Жақсы, молярлық массаны қолдандық. Келесі бізде көлем. Көлемді 500 деп алып қоймаңыздар, құрметті оқушылар. Себебі бізде концентрация тұр. Сондықтан әрине біз оны миллилитрмен емес, литрмен алуымыз қажет болады. Сондықтан 500 миллилитр дегеніміз ол жарты литр. Сондықтан 0,5 деп қояйық. Кеттік, ал 0,23 көбейтілген 262 көбейтілген 0,5 шығады бізде 30-13. Міне, құрметті оқушылар, бұл бізде бірінші ыдысымыздағы натрий дихроматының таза массасы. Міне, 30-13 деп жазып қояйық. Жақсы, бірінші ыдысымыздағы бүкіл ақпараттарды дұрыс қолдандық. Енді екінші ыдысымызға назар аударайық. Құрметті оқушылар, екінші ыдысымыздың жалпы массасы бізде 29,8 грамм екен, және бұл әрине натрий дихроматының
дегидраты, яғни бұл жақта бізде кристаллогидрат қолданылған екен. Енді мен мынаны екінші ыдыс деп алайын, және екінші ыдыстың ішінде бізде таза тұз емес, оның ішінде су бар. Бірақ бізге әрине тұздың массасы қажет. Сондықтан мұны кристаллогидрат есептерінде секілді кәдімгідей біз пропорция арқылы ішіндегі таза тұздың массасын есептеп аламыз. Мысал ретінде, бұл жақта бізде жалпы масса берілген екен 29,8 грамм деп, бізге ішіндегі таза тұз қажет, таза еріген зат қажет. Граммның астына енді білесіздер, малярлық массаны жазамыз. Мына затымыз бізде малярлық массасы 262, ал мына жақта бізде тағы да 2 суы бар. Жалпы 298 екен. Осы жерде міне пропорция жасау арқылы натрий дихроматы 26,2 грамм екенін біз тауып аламыз. Демек, мына заттың ішінде 26,2 грамм таза дихромат, яғни таза тұз бар екен. Енді қарайық, құрметті оқушылар. Бұл екеуін бізде өзара араластырған кезде жалпы массасы 529,8 грамм болады екен. Яғни 500 бен 29,8-дің қосындысы. Сонымен қатар натрий дихроматы да бар әрине бізде. Бұл жақта бізде 30,13 грамм бар мұнан бірінші тұздың ішінде. Екінші ерітіндінің ішінде 26,2 бар. Әрине бұл екеуінде біз қосып жібереміз. Кәне 30,13 қосылған 26,2. Жалпы 56,33 деген грамм шығады екен. Бұл ішіндегі таза дихроматтың массасы. Енді келесі қадам, құрметті оқушылар, соңғы қадам қалды, тұздың массалық үлесі дейді. Сондықтан әрине тұздың массасын, яғни 56,33-ті біз жалпы массаға бөліп жібереміз. Яғни 529,8-ге. Яғни көбейтілген енді пайыз болғандықтан енді 100%-ға көбейтіп жібереміз, тағы да. Көбейтілген 100 бөлінген 529,8 дейміз. Сол кезекте 10,63 деген пайыз шығады екен, құрметті оқушылар. Енді бұл жақта бізде дұрыс жауап ретінде Д нұсқасы тұр екен. Осы нұсқаны белгілейміз. Міне жалпы осылай, құрметті оқушылар, асықпай шығарсаңыздар, әрине кез келген есепті шығаруға болады. Егер бір оқығанда түсініксіз болса, екінші рет, үшінші рет оқып, өзіңіз білетін ақпараттарды қолданыңыздар. Сол кезде есеп ақырындап шығады. Келесі тағы да бір есебімізді көрейік ендеше, құрметті оқушылар. Малярлық концентрациясы 0,2 малярлы тығыздығы 1,2 грамм миллилитр, 150 миллилитр мыс сульфатының ерітіндісіне 25 грамм мыс сульфатының пентагидраты қосылды. Бұлай айтқан кезде мыс купоросы деп айтамыз. Алғашқы ерітіндідегі еріген сусыз тұздың массалық үлесін және тұз қосқан соң пайда болған ерітіндідегі еріген сусыз тұздың массалық үлесін есептеңіз дейді. Құрметті оқушылар, жалпы видеоны паузаға қойып, тура осы есепті өздеріңіз шығарып көрсеңіздер, бұл есеп тура алдыңғы есепке ұқсас екен логика жағынан, сондықтан шығарып көріңіздер. Практика жасау арқылы қиын есептердің өзін оңай әрі тез шығара аламыз, сондықтан практика жасаңыздар. Өте маңызды. Ал егер есепті шығарып болсаңыз, ендеше шығарылу жолын бірге тамашалайық. Малярлық концентрациясы жақсы. Жалпы бұл жақта енді 3 ыдысты қолданайық. Ыдыстардың тиімді әдіс екен біз көз жеткіздік енді. Жақсы. 3 ыдыс бар міне. Жазып қояйық. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар. Бізде ең бірінші затымыз ол малярлық концентрация берілген екен. Жазып қояйық. Малярлық концентрация бар. Жоқ, бұдан бастамайықшы. Көлеміне бастайық. Көлем бізде 150 миллилитр. Келесі берген ақпарат ол тығыздық 1,2 грамм миллилитр. Енді құрметті оқушылар, бізге массалық үлес деген. Сондықтан әрине бізге массалар қажет. Енді бұл екеуін көбейту арқылы біз жалпы ерітіндінің массасын тауып аламыз. Ерітіндінің массасы ол ро көбейтілген В еді. Ро тығыздығымыз бізде 1,2, ал В 150 миллилитр. 1,2 көбейтілген 150 миллилитр шығады бізде 165,3 грамм. Құрметті оқушылар, бұл масса ол бірінші ыдыстың ішіндегі жалпы ерітіндінің массасы. Сондықтан мен оны ыдыстың астына осылай жазып қоямын. Келесі берілген ақпарат ол бізде малярлық концентрация 0,2 малярлы дейді. Бірақ бізге концентрация бұл жағдайда қатты қажет емес. Бізге массасы қажет. Массалық үлес деген соң массасы қажет. Яғни бұның ішінде неше граммы мыс сульфаты екені қажет. Оны табу үшін әрине, құрметті оқушылар, біз концентрация арқылы есептейміз. Концентрация, малярлық масса, көлем, осы үш ақпараттардың барлығын бір-біріне көбейтеміз. Концентрация бізде міне бар, 0,2 малярлы. Келесі, малярлық масса, енді
массаларын қоса саламыз. Купрум 64, күкірт 32, оттегін 16 және одан 4-еуі бар деген секілді. Жалпы 160 шығады екен бұның молемдік массасы. Және көлем. Көлем бұл жақта енді концентрация болғандықтан, құрметті оқушылар, көлемді біз міндетті түрде литрмен аламыз. Яғни мына жақта 150 мл деп алынған, оны 1000-ға бөліп жүрсек 0,15 немесе 0,150 литр деген көлем шығады екен. Міне осы көлемді қолданамыз. Кеттік, ал 0,2 көбейту 160 көбейту 0,150 шығады бізде 4,8 грамм дейді. Қараңыздар, өте жеңіл екен, өте азғантай ғана екен. Бұның ішінде 4,8 грамм мыс сульфаты бар. Міне, анықтап алдық. Енді бұл бізде бұл жақта айтылған екен, алғашқы ерітіндідегі сусыз тұздың массалық үлесін дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни мына бірінші ыдыстың ішінде мыс сульфатының пайызы қанша деп сұраған екен. Кеттік, оны мына жоғарғы жаққа есептей салайын. Омега мыс сульфаты тең 4,8 грамм бар бізде, жалпы масса 165-3. Міне осылай бөліп 100%-ға көбейтіп жіберсек, бізде әрине массалық үлес шыға салады. 4,8 бөлінген 165-3 көбейтілген 100% шығады бізде 2,9%. Жақсы, сонда бізде жауап міне Б нұсқасында тұр. Бұл біздің бірінші жауап. Енді осы ерітіндіге, яғни бірінші ерітіндіге бізде мыс купоросын қосқан екен, яғни купрум С4 және де 5А2O. Бұл жақта жалпы масса бізде 25 граммға тең екен. 25 грамм мыс купоросын қосты. Бірақ бізге әрине ішіндегі еріген зат қажет, құрметті оқушылар. Сондықтан пропорция арқылы неше граммы мыс сульфат екен, соны тауып алайық. Купрум С4 көбейтілген 5А2O. Ал бізге ішіндегі тек қана мыс сульфаты ғана қажет. Купрум С4 қана қажет. Енді жалпы массасы бізде 25 грамм мыс сульфатын табу қажет. Мыс сульфатының мрі 160, ал мына затымыздың жалпы мрі 250. Пропорция арқылы табатын болсақ, мыс сульфаты 16 грамм деген жауап шығады, құрметті оқушылар. Яғни мына екінші ыдысымызда 16 грамм мыс сульфаты бар деген сөз. Енді бұл екеуін әрине араластырған кезде, құрметті оқушылар, мына бірінші ыдыста 4,8 грамм бар, ал екінші ыдыста 16 грамм бар. Сонда жалпы бұл мыс сульфаттары жалпы алған кезде 20,8 грамм мыс сульфаты болады екен. Ал енді жалпы ерітіндінің массасына келетін болсақ, 165-3 грамм мен 25 граммды бір-біріне қосып жібереміз. Қосылған 25. Сонда бізде 190,3 деген масса шығады екен. Енді массалық үлес дейді, ең соңғы ыдыстағы, үшінші ыдыстағы массалық үлесті есептеп жіберейік. Омега 3 мыс сульфаты. Ол үшін 20-да 8-ді 190-да 3-ке бөліп жібереміз. Және әрине 100%-ға көбейтеміз. Сол кезекте бізде 10,93 деген пайыз жауап шығады екен. Енді бұл жақта, құрметті оқушылар, ондай жауапты көріп жатқанымыз жоқ, бірақ бір есебімізді тексеріп шығайық, дұрыс істедік па, дұрыс бөлдік па деген секілді. Яғни 4,8-ге қосайық 16-ны, 20-да 8, дұрыс шығып тұр, пропорция барлығын дұрыс істедік. Массаны бір қарап жіберейік, 0,2 көбейту 160, көбейту 0,150 дейді. 4,8. Барлығы дұрыс секілді, құрметті оқушылар, сіздерде де осындай жауап шықты ма? 20-да 8 бөлінген 193. Онда 9 деген жауап шығып тұр енді. Онда 1 деген жауап бар екен енді, ең жақын тұрғаны. Бірақ енді бұны белгілеген қаншалықты дұрыс деген сұрақ туындайды да. Сондықтан, құрметті оқушылар, бізде енді тестілеу болса, әрине мен мына жауабыма сенімді болсам, онда ең нұсқасын енді белгілей салатын едім. Және бұл сұраққа балл берілді ме, соған да бір назар аударатын едім. Егер балл берілмесе, онда апелляцияға беруге болатын есептердің бірі. Білмеймін, бұл жақта белгілемейді, апелляцияға бере салуға болады. Енді жағдайға байланысты көру керек. Міне жалпы осымен, құрметті оқушылар, біздің есебіміз, жалпы тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Жалпы кез келген істі бастар кезде, әрине қазіргі салада мысалы эксперт болып көріну мүмкін, бірақ алайда ол адамның өзі белгілі бір уақытта осы Жалпы осымен, құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Кез келген істің маманы бір кездері бастаушы болған дейді. Сондықтан, құрметті оқушылар, бұл жол басы бізде өте қиын болып келеді. Алайда осы бастапқы кезеңдер жақсылап фундаментін қалап алсаңыздар,
келесі қадамдарыңыз әрине одан да жеңіл түседі сіздерге. Сіздермен бірге болған Дамир ағай, келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.